Бәріне сәлем, мен атым Бауыржан, және бұл Балкаплей арнасы. Бүгінгі видеода мен өзімнің брокерлік счетымды көрсеткім келеді, және мен бүгін өзімнің осы жылдық қаржылық мақсатыма жеткенім туралы хабарлағым келеді. Бүгін мен өзім брокерлік счетымды 120 мың теңгеге толтырдым. Ал брокерлік счетімде оған дейін 136 мың теңге бар еді, қазір общий сумма 256 мың теңге болды. Мен брокерлік счетымның 16% Freedom Finance'ның 2 акциясынан тұрады, 2,5% Казатомпром, 10% Қазақ Телеком, 6% Кигок, 5% Народный банк, Халық банк, 2,5% фонд, қазақстандық 7 үлкен компаниядан тұратын фонд, және 8% Казтрансойл акцияларынан тұрады, ал 46% ол кэш, яғни теңге, ақша. Осы уақытқа дейінгі таза табысы ол 16 мың теңге мен портфелімнің, ол 120 мың теңгеден 16 мың теңге пайда тауып тұр. 4 айдың ішінде, соңғы 4 айда. Ең үлкен пайда Freedom Finance компаниясының акцияларынан болды, 41%-ке өсті. Казатомпром 2,5%-ке өсті. Ал Қазақ Телеком 10%-ке өсті. Жоқ, 2,5%. Казатомпром 13%-ке өсті. Қазақ Телеком минус 3%, Кигок 0,13%, Халық банк 10%-ке өсті, фонд 8-9%-ке өсті, Казтрансойл 6,76%-ке өсті. Міне достар, осылай. Мен портфелім, мен бүгін бақыттымын, өзімнің 2020 жылғы қаржылық мақсатыма жеттім. Бұл 4 айда мүмкін болды. 4 айда 250 мың теңге жинадық достар. Мен бақыттымын. Келесі жылға қаржылық мақсат 600 мың теңге. Ол минимум деген, максимум 800 мыңға дейін болатын шығар. Келесі жылы 600 мың минимум жинауым керек. Осы келесі жылы желтоқсанға дейін 600 мың теңге жинаймын брокерлік счетімде. Міне, общая доходность портфеля за весь период 16%, максимальная просадка за весь период, яғни кәдімгідей төмен түскен кез болған, 10%-ке дейін 9,52%-ке минусқа кірген сәт болған. Сол кезде менде стресс болды кішкене. Бірінші рет, себебі мен өзім бастағаныма көп болған жоқ, и просадка болған кезде маған қорқынышты болды. Бірақ өттім, мен төздім, шыдадым, мен акциялар сатқан жоқпын, минусқа кірдім деп төзімділік таныттым, себебі кітаптардың бәрінде жазылған, ондай просадкада паникаға жүгінуге болмайды деген. Доходность в процентах годовых, егер осы 16%-ті, в общем, 2-ке көбейткен, себебі әлі менде 1 жыл болған жоқ, годовой доход, сол үшін. Примерно 36% болатын еді дейді, годовой доходность. Егер осындай темппен өсе берсе, мен портфелім. Бірақ ол мүмкін ба, мүмкін емес па, білмеймін достар. Сол үшін мен енді жақында алатын өзім дайындап қойғанмын. Мына жақта Apple'дың акциясын алам. Жақын арада, қазір 16 желтоқсан болғаннан кейін, бүгін демалыс күні болғаннан кейін биржалардың көбісі жабық, сондықтан мен ешқандай акция сатып аламаймын. Сол үшін күтеміз ашылған биржалардың. Акция Apple'дың бір акциясын сатып алам, себебі қазір доллардың бағасы арзан, сол үшін Apple'дың акциясын алсам, ол долларда болады. Сол үшін егер теңге девальвацияға ұшырайтын болса, мен портфелім қатты төменге түспейді, себебі мен портфелімде кішкене доллармен тұратын актив болады. Сол үшін Apple сатып алғым келеді. Apple компаниясы нормальный, бірақ бағасы қымбат негізі қазір. Бірақ сонда да алуға бел болдым.
Bir акциясы Apple'дың 52 мың теңге тұрады. Freedom Finance'дың бір акциясы 21.200 теңге тұрады. Халық банктың акциясы 123 теңге тұрады. Кегоктың бір акциясы 1600 теңге тұрады. Казатомпромның бір акциясы 6650 теңге тұрады. Қазақтелекомның бір акциясы 26200 теңге тұрады. Казтрансойлдың бір акциясы 906 теңге тұрады. Достар, міне осымен болды. Мен 250 мың теңге өзім қаржылық мақсатыма жеткенім туралы сіздерге хабарлағым келген. Және сіздерге осы жылдық мақсатыма жеткенім туралы хабарлағым келген. Сол үшін мен өзімнің мақсатыма жеткенім туралы айтып сіздерге мақтанып қалайын дедім. Лайк басып, артына тіркеліңіздер. Келесі видеода мен осы 120 мың теңгеге, бос 120 мың теңгеге активтер сатып аламын, яғни Apple сатып аламын. Мен бәрін уже долямен распределить етіп қойдым, қандай акцияларды алатынымды. Биржа ашылғаннан кейін сіздерге сол туралы видео түсіріп көрсететін боламын. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.